Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазір бізде дүниетану пәні сабағымыздың тақырыбы жасанды ортадағы менің қауіпсіздігім. Ал сабағымыздың мақсаты жасанды ортада өзінің қауіпсіздігін жоспарлау. Бүгінгі сабағымызды мына өлең жолдарынан бастайық. Табиғат бізді балалар құшақ жая қарсы алар. Пердесін ашып сырын ұқ, жаңалықтар табылар. Жарайсыңдар оқушылар. Енді әдеттегідей жұмыс ережесімен келісіп алайық. Яғни сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз, уақытты үнемдейміз, нақты, дәл жауап береміз, сабақта өзіміздің шапшаңдығымызды, тапқырлығымызды көрсетеміз, және де сабаққа белсене қатысып, жақсы баға аламыз. Жарайсыңдар оқушылар. Енді мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Өрт қаупі болса, қайда хабарласу керек? Қалай ойлайсыңдар? Өте жақсы. Су құбыры жарылса не істеу керек? Тамаша. Ал жасанды орта дегенімізді қалай түсінесіңдер? Жарайсыңдар. Ал адамның тіршілік ортасын атап көрейікші? Тамаша. Және соңғы сұрағымыз, үйге газ тарағанда не істеу керек? Жарайсыңдар оқушылар. Яғни, адамның қолымен жасалған жасанды орта дегеніміз тек баспана ғана емес. Оның құрамдас бөліктері ретінде елді мекендерді, тұрғын үйлерді, жолдарды, көлік құралдарын, техникалар мен басқа да көптеген дүниелерді айтуға болады. Осылардың бәрін адам өзінің өмірін жақсарту үшін жасайды. Алайда бұл ортада сан алуан қауіп-қатерлер де кездеседі. Және де біз бүгінгі сабақта сондай қауіп-қатерлермен және де солардың ережелерімен танысатын боламыз. Келесі, мына суретке назар аударайық. Бұл суретке қарап, қауіпсіздікті сақтаудың басты ережелерін оқып шығайық. Яғни, қауіпті алдын ала сезу, мүмкіндігінше одан алшақ болу, және де қажет болған жағдайда ғана әрекет ету. Осы ережелерді есімізге сақтаймыз. Келесі, мына суретте не көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар, яғни балалар жол ережесін сақтамай, жолда доп ойнап, сонымен қатар жүгіріп жүр. Осы суретке қарап, мұндай жағдай неге қауіпті деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Ал қауіпті жағдайға ұрынбау үшін балаларға қандай кеңес берер едіңдер? Жарайсыңдар оқушылар. Енді жаяу жүргіншінің сақтайтын ережелерін оқып шығайық. Яғни біріншіден, тек жаяу жүргіншілер жолмен ғана жүр. Екіншіден, ешқашан көлік жүретін жолда ойнама. Үшіншіден, бағдаршамның жасыл түсі жанғанда ғана жолдан өтуге болады. Және төртіншіден, жаяу адам жүруге болмайтын жолдан өтпе. Осы ережелерді есімізге сақтаймыз. Келесі біз жұптық жұмыс жасайтын боламыз, яғни мына жағдаяттарды талдаймыз. Бірінші жағдай, көшеде танымайтын адам сені алып келу үшін анан жұмсап жіберген айтса, не істейсің? Екінші жағдай, танымайтын адам сені көлікке отыруға шақырып, балалар бағдарламасына түсіруге алып баратын айтса, еріп барасың ба? Және үшінші жағдай, көшеде біреу қалдырып кеткен қапшық тауып алсаң, не істейсің? Осы жағдаяттарды шешіп көрейік. Өте жақсы, жарайсыңдар оқушылар. Яғни қазір біз қауіп-қатер төнгенде сақталатын ережелермен танысамыз. Яғни қауіп туындайтын жағдайларды алдын ала болжау, мүмкіндігінше қауіпті жағдайдан аулақ болу, және де қауіп төнген жағдайда ғана әрекет ету. Осы ережелерді де есімізге сақтаймыз. Енді серкіту сәтін жасау үшін ұйқасын тап ойынын ойнайтын боламыз. Яғни, мен сендерге сөйлемдер оқимын, сендер сол сөйлемді жалғастыруларың керек. Бірінші сөйлем, түтін басып кетіпті, сөндірмеген біреу. Нені?
Тамаша. Келесі. Қызыл жалын лаулады. Демек, сіріңкемен біреу. Өте жақсы. Тек тұрғаның жарамас. Тез 101-ге сен. Жарайсыңдар. Өртке оранды шатыр. Өрт сөндірушіні тез шақыр. Жарайсыңдар оқушылар. Енді мына диалогқа қарап, пікірімізді дәлелдеп көрейік. Яғни, Арманның сөзі: көшеде бейтаныс адам көмек сұраса, бас тартпай сыпайы болу керек деп есептейді. Ал Майра, қылмыскердің алдауына түспес үшін әрдайым өз қауіпсіздігіңді естен шығармауың керек деп есептейді. Ал қалай ойлайсыңдар? Осы жерде кімнің пікірі дұрыс? Әрине, бұл жерде Майраның пікірі дұрыс. Келесі тапсырма. Мына диаграммаға назар аударайық. Осы диаграммаға қарап, балалар жиі ұшырайтын көше оқиғасының себептерін атап көрейік. Сонымен қатар қорытынды жасаймыз. Яғни, қызыл 40% көшенің рұқсат етілмеген тұсынан өту, 30% көліктен дұрыс түспеу, 15% бағдаршамның белгісіне назар аудармау, 10% жолда ойнау және де 5% басқалар. Осы диаграммаға қарап қорытынды жасап көрейік. Жарайсыңдар оқушылар, өте жақсы. Келесі сабағымызды бекіту үшін мына сұрақтарға жауап берейік. 112 нөміріне қай кезде телефон шаламыз? Тамаша. Орман өрті, жер сілкінісі, құрғақшылық, су тасқыны қандай тіршілік ортада болады? Тамаша. Гректің аудармасы бойынша көлбеу сөзінің терминдік атауы. Өте жақсы. Келесі. Табиғат апаттарын алдын ала болжап, сақтану шаралары туралы бабаларымыздың қандай нақыл сөзі бар? Дұрыс айтасыңдар. Және де тілсіз жау. Ол не? Әрине, ол өрт, тілсіз жау. Келесі сабағымызды қорытындылау үшін мына сұрақтарға жауап берейік. Сіз өзіңіз үшін жаңа не білдіңіз? Келесі, сіз үшін не жеңіл болды? Келесі сұрақ, сізге қай жерде көмек қажет болды? Тамаша, сіздің қандай да бір сұрағыңыз бар ма? Жарайсыңдар оқушылар. Енді сендерге үйге тапсырма. Осы барлық аталған ережелерді қайталау, есімізге сақтау. Сау болыңыздар.